Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтанов күй аңызы әңгімесі. Оқу мақсаты шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Оқушылар, сіздер жаңа ғана тыңдаған күйдің аты Наридірген деп аталады. Наридірген күйі біздің бүгінгі әңгімемізге арқау болған композициялық шығарма. Шығармадағы кейіпкерлер бейнесін еске түсіру үшін оқушылар ол кім, бұл не әдісі арқылы төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Күйшінің өмірі осы: қамшыны тастай беріп домбыра ұстайсың. Домбырадан босап кетсе, қолың тағы тізгінде болады. Солай, Оразымбет шырағым. Бұл сөзді айтқан кім? Сізге қарттық қайда, Есеке? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. Бұл сөзді айтқан кім? Екі күйші, өнерлеріңді бірдей салыңдар деді. Бұл сөзді айтқан кім? Тамыры қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телміре қараған жасқа толы мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Бұл не? Ал енді оқушылар жауабына зейін қойып тыңдайық. Бірінші сұрақтың жауабы естемес. Екінші сұрақтың жауабы Оразымбет. Үшінші сұрақтың жауабы жаңыл. Төртінші сұрақтың жауабы нар. Оқушылар, оқу мақсатына жету үшін бірнеше тапсырмалар орындайтын боламыз. Ендеше бірінші тапсырмаға құлақ түріңіздер. Гроу әдісі бойынша естемес бейнесіне талдау жасаңыздар. Мақсат: естеместің алдына қойған мақсаты қандай? Қазіргі жағдай, ситуациядан шығу үшін қандай амал жасады? Қолдағы мүмкіндіктер, қолдағы қандай мүмкіндікті пайдаланды? Іс-әрекет: адамгершілік тұрғыда қандай іс-әрекет жасады? Ал ықтимал жауабы: мақсат: естеместің мақсаты қасиетті қара домбыраның шанағынан күй төгу. Қазіргі жағдай: естемес ботасы өлген нарды ету үшін күй шығарды. Қолдағы мүмкіндіктер: естемес күймен ботасы өлген нарды етіп жаңылды алғысы келді. Іс-әрекет: естемес жаңылды алудан бас тартып, жолын Оразымбетке берді. Екінші тапсырма: фила әдісі бойынша Оразымбет бейнесіне талдау жасаңыздар. Факт: Оразымбет туралы мәтіннен дерек келтіріңіз. Идея: Оразымбеттің әрекетіндегі идеяны анықтаңыз. Зерттеу: күйдің шығуына Оразымбеттің қандай қатысы бар? Шешім: Оразымбеттің шешімі қандай болды? Ықтимал жауабы: факт: Оразымбет домбыраның шанағынан күй төккен күйші, жас жігіт. Идея: Оразымбетке естемес жол беру арқылы тең-теңімен деген идеяны ұсынып отыр. Зерттеу: халық күйі Наридіргеннің шығуына Оразымбеттің қатысы бар. Шешім: Оразымбет естемес бастаған күйді аяқтап, жаңылды алады. Үшінші тапсырма: свод әдісі арқылы жаңыл бейнесіне қатысты мәселелерге талдау жасаңыз. Күшті жақтары: жаңылдың күшті жағын сипаттаңыз. Әлсіз жақтары: жаңылдың әлсіз жағын сипаттаңыз. Мүмкіндіктер: жаңылдың қолда бар мүмкіндігін көрсетіңіз. Қауіптер: жаңылға төнген қауіптерді
көрсетіңіз. Ал жауабын бірге тыңдайық. Күшті жақтары: жаңыл ибалы, инабатты, жалғыз әкесін бағып отырған, жоқшылыққа төзе білген қыз. Әлсіз жақтары: өзі ұнатқан жігітпен бас қосу бұйырмаған, жоқшылықтан көңіл көтеріп жүре алмаған. Мүмкіндіктері: ақылдылығының арқасында екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар деді. Естемес, күй тартқанда иіп тұрған нардың желініндегі сүтін саусағымен қысып жібермей тұрды. Қауіптер: естемістің адамгершілік қасиеті болмағанда жас жігітке емес, үлкен адамға күйеуге шығу қаупі туып еді. Төртінші тапсырма: фраер әдісі арқылы нарға жан-жақты талдау жасаңыз. Факт: анықтама. Нарға анықтама беріңіз. Мысал: шығармадан нарға қатысты мысал келтіріңіз. Ерекшелігі: символ, сурет. Нардың ерекшелігін көрсететін сурет салыңыз. Мысал бола алмайды. Нарға мысал бола алмайтын жануарды атаңыз. Жауабы: нар жалғыз өркешті, сүтті түйе. Мысал: шығармадағы нар бір үйді асырап, тамағы да, сусыны да болып отыр. Ерекшелігі: символ, сурет. Нардың суретін салады. Мысал бола алмайды. Бура қос өркешті, аталық түйе. Ал енді оқушылар, оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер. Қазақтың 7 кереметінің бірі домбыра тақырыбында эссе жазыңыздар. Оқушылар, сабағымызды қорытындылау үшін оқу мақсатына тағы бір назар аударайық. Шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Шығармадағы материалдық құндылық саналатын түйе түрлерімен таныстық. Қазақтың ұлттық аспабы домбырамен, ұлттық сусын түрлерімен таныстық. Ал рухани құндылықтарға келетін болсақ, күйдің құдіреттілігін ұғынып, адам бойындағы түрлі қасиеттерге талдау жасадық. Және оларды өзара салыстырып, жаңашылдығына да баға бердік. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.